Үндістанда пойыз апаты құрбандарының саны өсті. Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер? Елдегі және шетелдегі жаңалықтарды алғаш болып көргілеріңіз келсе, каналға тіркеліп, лайк пен қоңырау баса кетіңіздер. Үндістанда пойыз апаты құрбандарының саны өсті. Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Үндістан премьер-министрі Нарендра Модидің атына темір жол апаты салдарынан болған қайғылы оқиғаға байланысты көңіл айту жеделхатын жолдады. Одиша штаты Баласор елді мекенінде болған темір жол апаты салдарынан көптеген адамның қаза тапқаны туралы суыт хабарды күйзеліспен қабылдадым. Жақындарынан айырылған отбасылардың ауыр қайғыларына ортақтасып, Қазақстан халқының және жеке өзімнің атымнан көңіл айтамын. Сондай-ақ зардап шеккендердің тезірек сауығып кетуіне тілектестік білдіремін. Осындай қазалы сәтте Үндістан халқымен біргеміз деп жазған жеделхатта. Еске сала кетейік, Үндістанда кеше пойыз апаты болып, 260-тан астам жолаушы қаза тапты. 900-дей адам түрлі жарақат алған. Алдын ала мәліметтерге қарағанда, жүрдек пойыз рельстен тайып кеткен. Оның бірнеше вагоны басқа жолға шығып, сол рельсте жетіп келе жатқан экспресс пойызбен, одан кейін жүк пойызымен соқтығысқан. Оқиға орнына 200-ден аса жедел жәрдем көлігі, 100-ден аса дәрігер барды.